Біз мына жас проект деген грант ұтып алып едік. Грантқа мына көпбалалы аналар, мүгедек жандар, зейнеткерлерді қамтамасыз ету керекпіз тегін. Соның сәтінен біз мына Добрый фондпен кездестік. Осы Добрый фондтың арқасында өзімізге серіктес ретінде жаңағы жағдайы төмен отбасыларға таратып, тігілген өнімімізді Зере тігін шеберханасынан біз Добрый фондқа бірге серіктестік болғанына өте қуаныштымыз. Жас проекттен грант ұтқанымызға да қуаныштымыз. Алдағы уақытта өстіп, енді тігінімізді жалғастырып, жеке кәсіпкер болуға, жас кәсіпкер болып жатыр қазірден бастап. Алдағы уақытта сол тігінімізді тігіп, жеке кәсіпкер болып, мұқтаж жандарға өстіп үлесімізді қосып, тегін таратып, үлестерімізді қосуға әрдайым сондай дайынбыз. Біз осы мейірімді дүкенімен серіктестік болғалы, осы Зере шеберханасын біз аштық. 200-ден астам постельный набор тігіп тараттық. Жағдайы төмен, көп балалы аналарға қарттар үйіне апардық, тараттық. Өте қуанып қалды қарттар үйінде де. Бүгінде осы шараға қатысып таратып келе жатырмыз. Алдағы уақытта осы жеке кәсіпкеріміз соны жалғастырсақ дейміз. Көп рахмет. Жас проект бізге көп қолдау жасады, грант ұттық. Осы қараша айында біз деген балалар үйіне барғымыз келіп отыр. Мастер-класс өткіземіз по кройке шитьяға. Бүгінде қатыстық шараға. Зейнеткерлерге тараттық, отбасы төмен адамдарға тараттық. Алдыңғы айда осы жерде мейірімді дүкенінде 15 адамға мастер-класс өткіздік, сертификат бердік, тіккен өнімдерін өздері алып кетті. Бәрі қуанышты болды. Біз де қуаныштымыз, көмегіміз тиіп атқанына осы. Енді мына жас проектке рахмет айтамыз. Өстіп волонтерлар көбейе берсін. Қазіргі таңда осы жастар жылы деп жатыр. Жастар жылы болғасын, көмектесіп, тегін таратып,